Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін өзімнің оқушыларым жазған эссені оқып қатты қуанып отырмын. Неге дейсіз бе? Өйткені оқушылардың бәрі оқу жылының соңында эссе жазудың бүкіл талаптарын меңгерген. Қалай дейсіз бе? Бізбен бірге болыңыз. Мұның алдында біз эссені 11 сөйлеммен жазуға болатындығы туралы айтқанбыз. Эссе бір нәрсенің әсерінен болатын толғаныстан туған шағын әдеби шығарма. Эссені көп оқушы өзімнің пікірімді, көзқарасымды жазсам болды деп ойлайды. Эссені кімдер жазады? Эссені барлық адам жазады деуге болады. Өйткені эссе өзіңнің пікіріңді, жаңалығыңды көпке тарту етудің бір құралы. Біздің міндетіміз оқушыларды жазушы ету емес, керісінше оларды жаза білуге үйрету. Эссенің пайдаланылмайтын саласы жоқ десе де болады. Жазба жұмыстарының ең алдымен 4 түрі бар екенін айтқымыз келеді. Олардың әрбірінің өзінің түрлері бар. Оларды мектеп бағдарламасында мұғалімдер жазғызып жүр. Мұның бәрі болашақта емтиханда эссені және оның неше түрлі формаларын жазуға үйрететін құралдар. Эссенің көлеміне де мән беру керек, өйткені сөз саны міндетті болып табылады. Сонымен сіздерге гендік инженерия пайдалы ма, зиянды ма деген эссенің мына жерде дайын жоспарын ұсынып отырмыз. Бұл жердегі жоспар бойынша кіріспе жұмыстың бүкіл 30%-ын алу керек, бүкіл жұмыстың 60%-ын негізгі бөлімде орындау керек, және қорытынды бөлімде бүкіл жұмыстың 10%-ы алыну керек. Және тезис дегенне, дәлелдеме дегенне, аргументтер дегенне, ұсынысқа не жазамыз, осы туралы сіздерге бүгін көптеген мәліметтерді беріп отырамыз. Мұғалімдердің ең басты ескеретіні және қиналатын жері эссені бағалау болып табылады. Сіздерге осы жерде бір үлгі ретінде эссе ұсынылып отыр. Әйгілі спортшылар бүгінде тым мол жалақы алады деген. Осы бойынша сіздер мынандай жұмыс түрлерін ұйымдастыруларыңызға болады. Бірінші, осы тақырыпқа қаншалықты тезис болады, бұл жердегі қыстырма сөздерді орнына қою, және сіздерге тағы да мынандай тақырыптар беріліп отырады. Осы бойынша оқушыларға тезис құрастыруды үйретсеңіздер болады. Егер оқушы тезисті дұрыс құрастыра алса, ол жұмыстың басым бөлігі деп есептеуге болады. Сол сияқты оқушылар жазған эссе түрлері ұсынылып отыр. Осыны өз оқушыларыңызға талдату арқылы эссенің құрылымын дұрыс үйренді ме, сөйлемдерді қыстырма сөздермен байланыстыра ала ма, сол дағдыларын тексере аласыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.